Өнер әлемінен ақпар, сырдың талантты тумасы, белгілі әнші Руслан Садықов көршілес Түркістан облысында шығармашылық концертін берді. Жастар жылына орай өткен өнер кешінде әсем әндер шырқалып, көпшілік рухани азық алып қайтты. Руслан Садықов қазақ өнерінің өрістеуіне өзіндік үлесін қосып жүрген талантты әнші. Оның киелі сахнада жүргеніне биыл 18 жыл. Ол осы уақыт ішінде көптеген республикалық халықаралық конкурстарға қатысып жеңімпаз атанды. Атап айтсақ, 2001 жылы республикалық жас қанат байқауына 2-ші орын, 2004 жылы Эстонияда өткен халықаралық конкурстан 3-ші және Украинада өткен байқаудан жүлделі 2-ші орынға ие болды. Ал 2002 жылы Белоруссияда болған Славян базарына қатысып 3-ші орынды жеңіп алды. Сондай-ақ 2014 жылы мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен марапатталды. Өнер өлкесінде жасындай жарқырап жүрген талант иесінің алдағы жоспары ауқымды. Жастар жылында елбасының тапсырмасы бойынша қанша жас өнерпаздарды шығармашылық жөнінде облыс пен ел аралас үшін осындай үлкен концерт беріп жатқан жайым бар. Жетісай қаласынан кейін, Құдай қаласа, Қызылорда қаласында өзінің орталығында үлкен театрымызда 2 концерт. Одан кейін бірден Хромтау, Ақтөбе облысына шығып кетеміз. Және де Ақтөбенің өзінің орталығында үлкен концертіміз. Гәкку, Ақбаян, Елес, Жастық шақ. Русланның репертуарындағы бұл әндер бүгінде тыңдарманның жүрегіне жол тауып, көпшіліктің сүйіп тыңдайтын әніне айналды. Қызылорда қаласынан келіп, Руслан Садықов бастаған тобы келіп, Жетісай ауданының халқына үлкен концерт беріп жатыр. Іс-шара жақсы өтіп жатыр мұна. Бұның бәрі мұна Жетісай ауданының әкімшілігі, тілдері дамыту орталығының әкімшілігіне, мұны мәдениет саласының мамандарына үлкен рахмет айтамыз. Сарыағаш және Жетісай аудандарында өткен концертте Русланмен бірге Жас Орда Жайдарман тобы да өнер көрсетіп, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Сырдың талантты өнерпаздары алдағы уақытта еліміздің басқа өңірлеріне де барып концерт бермек. Елігай Асылбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Түркістан облысы.